Құрметті талапкер, магистратураға осы жылы түсу үшін ең жиі қойылатын сұрақтарды бүгін талдайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп. Сонымен Ержан мырза, сізге бірнеше сұрағымыз бар, соған жауап берсеңіз өте тамаша болатын еді. Ең бірінші сұрағым, мен тапсырғым келіп тұр, ол үшін не істеу керекпін? Егер сіз биыл магистратураға тапсыратын болсаңыз, онда сізге ең бірінші документ тапсыру керек. Документ тапсыру кезеңі уже басталды. Ол 15 маусым мен 15 шілденің аралығында жүргізіледі. Тамаша. Енді келесі сұрағымыз, ол қашан болады жалпы магистратураның тесті, ағылшын тіліне байланысты? Жақсы, магистратураның тесті сіз документ қабылдап болады, яғни документ қабылдау кезеңі аяқталады 15 шілдеде, сосын 20 шілде мен 28 шілденің аралығында шығармашылық емтихандар болады. Мысалға анау өнердегі студенттер шығармашылық экзамен тапсырады ғой, сол экзамен тапсырады 20 мен 28 аралығында, және араб тілінде жүргізілетін сабақтар, яғни араб тілінен экзамен тапсыру керек мамандықтар бойынша сол кезде жүргізіледі. Одан кейін 1 тамыз бен 15 тамыздың аралығында сіздерде уже негізгі, яғни комплексный тестирование дейді, кешенді емтиханның уақыты басталады. Яғни 1 мен 15 аралығында тесттер болады уже. Жақсы, тамаша. Келесі сұрағымыз өте көп қойылатын. Бұл мысалға мен бір қалада тұрып, басқа қаладағы университеттерге мысалға магистратураға документ тапсыра аламын ба? Проблема жоқ негізі. Сіз мысалға Ақтауда тұрасыз, бірақ Казгуға Алматыға түскіңіз келеді. Ақтауда тұрып Казгуға документ тапсырсаңыз болады. Яғни ол қашықтықтан тапсырсаңыз болады мәселе. Бастапқы кезеңде кешенді тестті өзіңіздің университеттеріңізге тапсырсаңыз болады, ал кейінгі гранттың конкурсына ол уже кез келген университетке тапсыра бересіз. Жақсы, тамаша. Енді қайтадан нақтылап кетейік, документті қабылдау қашан болады осы жылы? 2020? Документті қабылдау уже басталды 15 маусымнан 15 шілдеге дейін, бір ай уақыт. Жақсы, тамаша. Келесі сұрағымыз, мен тапсырғым келіп тұр мысалға, бірнеше мамандық таңдай аламын ба? Жалпы қанша мамандық таңдасам болады? Мамандық деген мәселе жоқ, сіз оқыту бағдарламасы деген мәселе. Оқыту бағдарламаларын таңдайсыздар, сол оқыту бағдарламасына сай уже кейін грантқа конкурсқа түсе бересіз. Жақсы, тамаша. Келесі сұрағымыз бұл, енді өте көп қойылып жатқан сұрақтардың бірі бұл, қазір мынау IELTS деген сияқты халықаралық экзамендар бар ғой, солардың сертификатынсыз мен магистратураға түсе алмаймын ба, егер болмаса? Қазір енді көп адамдар дұрыс түсінбей қалып жатыр. IELTS тапсырмаса мен магистратураға түсе алмаймын ба деген. Докторантураға егер сіздің IELTS-іңіз болмаса түсе алмайсыз. Бірақ магистратураға түсе аласыз, проблема жоқ. Егер сіздің IELTS-іңіз, бірақ бұл жерде айтатын мәселе, егер сіздің IELTS-іңіз 6 болмаса, онда сіз, яғни сертификатыңыз бар, бірақ 6 болмайтын болса, сізге 50 балл берілмейді. Егер сіздің сертификатыңыз 6 балл болатын болса, общий, онда сіз ағылшын тілі бөлімінен босатыласыз тесттің ішіндегі, және оған автоматты түрде 50 балл алатын боласыз. Өткен жылы просто 5-те 5 болған, биыл енді 6-ға көтеріп отыр. Жақсы, сол минимум балл бұл 6 болу керек. Жақсы, тамаша. Келесі енді нақты осы ағылшын тіліндегі магистратура бойынша ағылшын тіліне байланысты тестке келетін болсақ, қанша уақыт ұзақтық болады? Ол ағылшын тіліне байланысты ғана емес, ол жалпылама тестке уақыт беріледі. Ол 3 сағат 55 минуттен, былайша 4 сағатқа бірден кіресіз, 3 түрлі секцияға жауап беріп шығасыз. Ол біріншісі ағылшын тілі 50 сұрақ, одан кейінгі ТГО, ол 30 сұрақ, 15-15-тен аналитикалық ойлау және креативті ойлау. Одан кейінгісі ол мамандыққа байланысты сұрақтар. Мамандыққа байланысты сіздерде тоже 50 сұрақ болады, бірақ 70 балл алатын болады сол жерден. Сонда общий сіздерде 50 балл, 30 балл, 80 балл. Точнее 50 балл, 30 балл, 70 балл. Общий сіздерде 150 балл болады. Жақсы. Енді тағы да көп қойылып жатқан сұрақтардың бірі, бұл минимальный балл деп айтып жатады, сол қалай ол сонда? Мынандай мәселеде, мысалға ағылшын тілінен сіз 50-ден 50 жинауыңыз мүмкін. Оқуға дайындық тестінен сіз 5 жинауыңыз мүмкін, и өзіңіздің мамандығыңыз бойынша 70 жинауыңыз мүмкін. Қалған 2 секция бойынша сіз 100-ден 100 жинағыңызбен 100%-ден 100%. Ал ТГО-дан сіз ОДТ, тестке дайындықтан минимальный балл 7 балл болады. Сол 7 балл жинамай қалсаңыз, сонда ешқандай грант, онда ешқандай сіздің даже платныйға оқи алмайсыз. Сондықтан сізге минимальный әр пәннен, әр секциядан балл жинау керек. Ол ағылшын тілінен минимум 25 балл. Одан кейін ТГО-ға байланысты 7 балл алуыңыз керек, және мамандығыңызға байланысты ол сізде 7 баллдан 14 балл алуыңыз керек. Себебі екі түрлі сізде мамандығыңызға байланысты пән болады. Общий алған кезде сіз мысалға 21, 25, 46 болады. Бірақ бұл 46 еш нәрсе шешпейді. Сіз
ағылшын деппін ғой, мынау жалпылама тесттен хотя бы неге түсуіңіз үшін, платныйға түсу үшін минимум 50 болу керек. Ал грантқа түсу үшін сізде минимум 75 болу керек. И то жаңағы әр пәніңіз бойынша сізде ең кем дегендегі балдарыңызды алып отыруыңыз керек. Оның үстіне бұл 75 балл сіздің грантқа түседі дегенде ешқандай гарантия бермейді. Себебі конкурстың основында болғаннан кейін барып мәселе, сіз өзіңіздің оқыту бағдарламаңызға сізбен бірге тапсырып отқан адамдардың балына тәуелді. Егер олардікі 100-ден жоғары сіздікі 75 болып тұрса, әрине сіз оқуға түспейсіз. Осылай. Жақсы, келесі бір сұрағымыз бұл, мысалға мен мамандығым биология мамандығы болады. Мен химия мамандығына байланысты оқи аламын ба? Бұл мүмкін жағдай. Болон үдерісіне сай сіз қазір тіпті ағылшын тілі мамандығын бітіріп, физика мамандығын түсіп кетсеңіз болады, немесе музыка мамандығын бітіріп, басқа мамандыққа түсіп кетсеңіз проблема жоқ. Бірақ бұл жерде мынандай проблема да. Егер сіздің мамандығыңыз бір-біріне ұқсас мамандық болмайтын болса, мысалға, физиканың өзінің ішіндегі бір мамандықтар немесе химияның өзінің ішіндегі мамандықтар ұқсас мамандықтар болмайтын болса, онда сіз магистратураға түскен кезде не төлейсіз? Разница төлейсіз. Айырмашылық сода. Ақша төлеуіңіз қажет болады. Сондықтан ол түсе алмаймын, басқа мамандыққа тапсыра алмаймын деген мәселе жоқ, бірақ сол нәрсеге дайын болуыңыз керек. Жақсы, Ержан мырза, өте тамаша. Студенттеріміз қысқаша жауап ала алды деп ойлаймын. Енді осы видеоның қорытындысы ретінде 1 минуттың ішінде қысқаша осы жыл тапсырып жатқан талапкерлерімізге не айтар едіңіз? Биылғы тапсырып жатқан талапкерлер, сіздердің грантқа түсу, биылғы магистратураға түсу мүмкіндіктеріңіз әрқашан жоғары. Себебі биыл 13 мыңға тарта грант бөлінді. Ол грантты алғыңыз келетін болса, дайындығыңызға алдын ала қамданыңыз. Өзіңіздің мақсаттарыңызды айқындаңыз. Білем, сіздер кейбіреулеріңіз қазір мүмкін диплом тапсырып жүрсіз, дипломыңыз қорғап отырсыз, мемлекеттік емтихан тапсырып жатсыз, бірақ сонда да өзіңіздің дайындығыңызға кішкене көңіл бөліңіз. Біліміңізді сол тестте көрсетуіңізге тілектеспін. Биыл баршаңыз осы видеоны көріп жатқан болсын, магистратураға тапсырғысы келетін, оған грантқа түсу келетін талапкерлердің барлығына грантқа түсуіне тілектеспін. Жақсы, сонымен бүгін біздің қысқаша сұрақ-жауап айдарымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деп үміттенеміз. Біздің YouTube каналға жазылып, лайк басып, өздеріңіздің осы жылы тапсырайын деп жатқан достарыңызбен бөлісуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Біз сіздерге бір рет пробный тест тапсыруға мүмкіндік беретін боламыз, оны астында сілтемеде қалдырып кететін боламыз. Және де біздің Instagram парақшамызға жазылып, кез келген сұрақтарыңыз болса, бізге жазып сұрасаңыздар болады. Біз сіздерге қызмет көрсетуге және көмектесуге әрдайым дайынбыз. Келесі кездескенше біздің YouTube каналымызды бақылап қарап отырыңыздар, өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.